Қайырлы күн достар, тағы да біз бүгін Манхэттеннің жоғарғы бөлігіндеміз, яғни Аптаун дейді. Біз мұнда Колумбия университетінің кампусына келген болатынбыз. Кампус өте үлкен екен. Мұнда дерлік Колумбия университетіндегі барлық факультеттер орналасқан. Оған қоса қатарынан жатақханалар да орналасқан. Мұнда келудегі мақсат болашақтың бағдарламасы бойынша осында магистратураны оқығым келген. Соған байланысты Graduate School of Journalism Колумбия университетінің магистрлігіне қатысты көбірек ақпарат алу үшін келген болатын. Риза болғаным, менімен бірге индивидуально бірден екі адам сөйлесті. Барлық ақпараттарды түсіндіруге тырысты. Қосымша дағына өтініш тапсыруға байланысты арнайы семинар өтеді екен. 2 күннен кейін осы сенбіде болады деп. Бұйырса соған таңертең келем, сенбі күні. Тағы қосымша ақпараттар алуға тырысамыз. Челлендж болғалы жатқан дүние, менде қазір IELTS-тан 6,5 балл бар. Ал Колумбия университетінде магистратурада журналистиканы оқу үшін сізге 8 балл керек. Яғни мен 1,5 айдың көлемінде 6,5-ді 8-ге көтеруге тырысуым керек. Максимум тырысып көреміз, себебі Колумбия әлемде топ университеттердің бірі, үздік 10-қа кіреді. Сондықтан барынша тырысу керек. Мына жердің көрінісі маған кіргеннен бастап ұнады. Нағыз студенттік өмірдің атмосферасы байқалады. Жан-жақта студенттер өздерінің жұмысымен айналысып жатыр. Одан бөлек университет кампусындағы ғимараттарға мән берсеңіздер, мұнда оның үсті, яғни ғимараттардың төбесі ашық жасыл түске боялған. Байқасаңыздар, Нью-Йорк қаласында көптеген ғимараттардың үсті төбесі дәл сол түсте. Оның себебі Нью-Йорк қаласының символы болған азаттық мүсіні Бостандық аралында орналасқан. Түсі сондай ашық жасыл. Сол түспен биік ғимараттардың түсі сай келіп, сондай корреляция жасау үшін әдейі осындай ресми үкім шығарылған. Қала басшылығы, қала мэриясы дәл солай халықты көркейтудің тағы бір жолын жасап отыр. Байқасаңыздар, Колумбия университетінің барлық ғимараттарының үстіңгі жақтары дәл сол түске боялған.